Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар және жекеменшік мектептің құрылтайшылары. Мынау жекеменшік мектептердің қаржыландыруына байланысты көптеген сұрақтар туындап жатыр. Сол бойынша түсіндірме беруге рұқсат етіңіздер. Біріншіде бұл жаңа пилоттық жоба. 2025 жылдың 6 қарашасынан бастап оқу ағарту министрлігінің 251 бұйрығына және де Түркістан облысы әкімдігінің номер 1 қаулысына сәйкес өңірімізде жаңа пилоттық жоба бастау алды. Бұл жобаға сәйкес жекеменшік мектептердің жаңа қаржыландыру тетігі басталды. Бұл мәселе қаржы министрлігінің е-қазына ақпараттық жүйесіне құжаттарды енгізуден басталды. Қазіргі таңға барлық облыстағы 157 кәсіпкерлік субъектілерінің 170-ге жуық жекеменшік мектептерінің құжаттары толықтай енгізіліп бітті. Уақыттың созылу негізгі себептері бұл жекеменшік мектептердің құжаттарын рәсімдеу және ақпараттық жүйеге енгізу барысында көптеген сұрақтар пайда болды. Себебі жекеменшік мектептердің нысаналы мақсаттары, ғимараттарының құжаттары, меншік иелерінің құқықтарын рәсімдейтін құжаттарға байланысты сұрақтар көп болды. Соны жекеменшік мектеп құрылтайшылары түзетіп, оны қайтадан енгізді. Осы аралықта біраз уақыт алды. Ендігі қазіргі таңда біз сол жекеменшік мектептердегі балдардың нақты оқушылар санын анықтаудамыз. Жекеменшік мектептер өздерінде оқып жатқан балдардың, яғни контингентті түгелдеп, электрондық журналдардағы баланың қабылданғаны, оларды сабаққа қатысқаны, немесе мектептен мектепке ауысқан туралы барлық деректерді зерделеп бізге ұсынып жатыр. Енді осы ұсынған 110 бүгінгі таңға нақты жекеменшік мектептің оқушылар саны дәлелденіп, қыркүйек айына қаржылар аударылды, 105 мектептің қазан айына қаржылары аударылды. Бұл жерде барлығы 5 миллиард 293 миллион теңге қаржы аударылды бүгінгі таңға 4 желтоқсанға. Бұл демек осы 110 мектептегі оқитын 25 мыңнан астам оқушының және 4 мыңнан астам ұстаздардың, қызметкерлерінің жалақылары, ақысы аударылды. Бұл қалған мектептер бойынша да толықтай қаржы аударылады. Жекеменшік мектептер құжаттарын рәсімдеп бізге ұсынғаннан соң. Бұл жұмыс күнделікті біздің бақылауда. Құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, мен осы жерде осы бүгінгі кездесуді пайдаланып айтайын дегенім, ешбір жекеменшік мектеп назардан тыс қалмайды. Әр теңге нақты оқыған бала үшін аударылады және заңға сәйкес қана жүргізіледі. Одан бөлек айтайын дегенім, қалған төлемдерде, қалған мектептердің қаржылары да толықтай зерделеніп, бізге нақты құжаттар ұсынғаннан кейін аударылатын болады. Түсініксіз, дәлелі жоқ ақпаратқа сенбеулерді өтінем. Тек қана ресми дерек көздерге жүгінулеріңізді сұраймыз. Біз кез келген уақытта сұраққа ашықпыз және жауап беруге, түсіндіруге дайынбыз. Назарларыңызға рахмет.